Біздің Rich Factor компаниясының маркетинг туралы кішкене түсіндіріп берем. Неге преимущество маркетинг? Неге біздің маркетинг қолайлы, қолжетімді? Ең бірінші, қазір соған келіп, соны түсіндірейін сізге. Преимущество маркетинга деп тұрмын. Бірінші, бізде линейно-накопительный. Көп адамдар, ой, классика, линейка дейді. Ничего подобного. Линейка, біз білеміз да, нағыз сетевиктер. Бұл сетевиктерге арналғанда, нағыз сетевиктерге арналған линейный маркетинг. Ал накопительный дополнительно, бұл новичоктар келген кезде олар без стресса жасайды. Мысалы, 5000 PV-ға дейін олар накапливают свои PV, чтобы арғарай квалификациямен жүру үшін. Екінші, бізде енді действительно продукт востребованный. Оған никто не может с нами поспорить. Сейчас протокол номер 1 десеңіз бәрі біледі. И 27-32 мемлекетке қазір жіберіп жатырмыз. Үшінші, 65% компания партнерларға беріп жатыр доходтан. Сосын самый тоже күшті преимущество вывод денег. Мысалы, рев бонус бізге 2 күнде түсіреді, ал структурный бонус әр айдың бірінші числосында түседі. Енді қараңыздар. Бірінші бонус бізде рев бонус деп айтамыз, реферальный бонус 25% от суммы. Протокол 1-ді саттыңыз, мысалы бізде бір средний бір сумманы айтайын, 173 мың теңге мен 334 мың теңге. Мынау кішкентай пакет, мынау средний пакет. Мына 173 мың теңге сатқан кезде 25%-ы 43 мың 250 теңге реферальный бонус болады. Ол составляет 160 PV. 334 мың теңге полноценный протокол бір жармайға 83 мың теңге 500 теңге 83 мың 500 теңге тауға болады. Бұл 350 PV болады. Енді қараңыздар, от суммы көп компанияда реферальный бонус мизер болады. И плюс к этому олар суммадан емес PV-дан береді. Енді қараңыздар, бұл жерде новичоктарға керемет бұл нәрсе. Новичоктар келіп ақша тапса, арғарай олар лидерді болады, жаңағы үлкен квалификацияға да жүреді. Енді келесі, мысалы, 173 мың теңгеге саттыңыз, ол 160 PV саналады. Енді сіз 10 адам тіркедік дейік, 10 протокол саттық, ол болады сіздің реферальный бонусыңыз 432 мың теңге болады. Ол составляет PV-мен санағанда 160 PV. Енді қараңыз, бұл жерде реферальный таптыңыз, енді сол товарообороттан тағы табыс табамыз. Міне структурный бонус деген бар. Мысалы, 10 адам 160 PV-дан жасады, сіз реферальный бонус таптыңыз, бұл 1600 PV болып тұр, одан еще біз структурный қалай табамыз. Соны 7%-ға көбейткен кезде ол 112 речи болады. Речи деген біздің внутренний ақша, доллар сияқты, единица, ол 490 теңге тұрады. Оны 490 теңге көбейткен кезде сіздің осы бір жасаған оборотыңыздан дополнительно 54 880 теңге структурный бонус табасыз. Структурный бонус бізде бірінші уровеннен бастап 7-ші уровенге табыс көзі бар, және 7% бен 1%-дің аралығында. Өте керемет ақша. Келесі. Үшінші бізде қазір күшті бонус беріп тұр компания, бонус первых линий дейді. Бұл дополнительный доход структурный дейді. Ол қалай? Жаңағы бірінші линиядағы адамдарыңыз ай сайын повторный покупка жасап тұрады однозначно. То есть активация жасап отырады. Міне 5 адам егер де активация жасайтын болса, сізге дополнительно структурныйға 5% береді. Егер де 12 адам сізде бірінші линияда осылайда активный болса, сізге дополнительно сол обороттан 8-де 5% береді. Сөйтіп 15 адам болған кезде 10% береді. Енді қараңыз. Мысалы, жаңа мынаны айтып кетме. Енді қараңыз, товарооборот. Сізде бірінші линияда повторный покупкалардан 2,5 PV болады, допустим. Структурный бонус 7%, бонус первых линий 10%. Сонда екеуін қосқанда 17% болады. Сонда 425 речи 17%-ды оборотқа көбейткен кезде, мына екеуін көбейткен кезде 425 речи болады. 425 речи деген сіздерге кәдімгідей қолмақты ақша деп санау болады. 208 250 теңге болады. Дополнительно реферальный бонусқа. Ары қарай кеттік.
мына жерде енді төртінші бонус лидерский бонус дейміз. Бұны бәрі біледі, мысалы сетевиктер. Біз командамызда осындай голд квалификация, то есть директорский квалификациялар ашыла бастағаннан кейін, олардан біз не табамыз? Лидерский бонус. Чем больше голдов командада, тем больше ваш лидерский доход. Енді қараңыз, бұл жерде мысалы бұл адам голд жасаған жоқ, ал астында екі адам жасады. Сіздің квалификацияңызға байланысты мынау вообще мына екі жаңағы компрессиямен көтеріледі, мынау сіздің как будто бірінші линияңыз болып саналады, мынау екінші линия болып саналады. Сондықтан енді қараңыз, сіз мысалы голд квалификациясында сіз бірінші уровеньнен барлық голдтан жаңағы боковой обороттан 5% аласыз. Егер де сіз NGO квалификациясын жасаған кезде сізге екінші уровень ашылады. Сіз когда сафир квалификациясын ашылған кезде сізде үшінші уровень ашылады деген сияқты. Әр квалификация ашқан сайын сіздің лидерский бонус әр уровень ашылып отырады. Өте керемет ақша. Мен осыдан керемет маған ұнайды да, көп ақша таптым. Енді ары қарай топ бонус деген бар. Уже ары қарай NGO квалификацияны жоғары қарай болғанда бұл бізде сафир квалификация. Сафир квалификация жасаған кезде сіз өзіңіздің толық оборотыңыздан 1% дополнительный доход табасыз. Ол қалай? Мысалы, сіз осы айда сафир болдыңыз және сіздің товар оборотыңыз 15.000 PV. 15.000 PV жасадыңыз. Ол 1%-ке көбейткен кезде, значит, қанша? 150 речи сізге компания бонус қып береді. Бонус қып береді. Нет, 150 речиді көбейтеміз 490-ға, примерно $150 сізге дополнительно береді. Ал келесі, инвесторский бонус болған кезде, бұл жерде өзіңнің товар оборотынан емес, бүкіл компанияның жасаған товар оборотынан 0,5%-ды квалифицированный адамдардан, трипл даймондтан бастап жоғары, бәрін арасында бөліп береді. У каждого свой пул болады да, енді бұл жерде сұмдық ақша, керемет ақша. И жетінші бізде квалификациядар бар, әрине кішкентай голд квалификациядан бастап жоғары бәр жерде табыс бар, жаңағы